Түрік қағанаты 6 ғасырдың ортасында құрылған алғашқы түркі мемлекеті. Оның аумағы солтүстік Монғолиядан басталып, шығыс Еуропаға дейінгі жерлерді қамтыған болатын. Бұл мемлекет туралы бізге 7-8 ғасырларда жазылған Орхон Енисей ескерткіштерінен белгілі. Жалпы түрік атауы алғаш рет 542 жылы Қытай жазба деректерінде кездеседі. Олар түріктерді ғұндардың ұрпағы деп санаған. Құрылу тарихына келетін болсақ, 546 жылы түріктер Алтай жерін мекендеген Теле тайпаларына шабуыл жасап, олардың 50 мыңнан астам әскерін өзіне қосып алған болатын. Кейін 552 жылы Бумын қаған Южандарға қарсы соғыс ашып, оларды күйрете жеңіп, түрік қағанатын құрған болатын. Қағанаттың алғашқы билеушісі Бумын қаған болады. Ол 553 жылы қайтыс болғаннан кейін оның орнына Мұқан қаған келеді. Және дәл осы Мұқан қағанның тұсында түрік қағанаты бүкіл Орта Азияда саяси үстемдікке ие болады. Олар Манчжуриядағы қидандарды, Енисей қырғыздарын жеңіп, және солтүстік Қытайдан алым-салық алып отырады. Бүкіл Орта Азияны бағындыру үшін олар Сасаниттық Иранмен бірігіп, эфталиттерге қарсы соғыс ашып, 587 жылы Бұхара түбінде оларды жеңген болатын. Кейін Орта Азияны бағындырғаннан кейін Ұлы Жібек жолын басқару үшін де жорықтар бастайды. Ең алдымен олар Иранға қарсы Византиямен біргеді. 571 жылы түріктердің қолбасшысы Иштимей қаған Кавказ тауларын басып алып, Босфорға өтіп, 576 жылы Қырымға енген болатын. Бірақ Иштимей қаған қайтыс болғаннан кейін қағанаттың ішінде таққа талас басталады, және осының әсерінен 588 жылы Герат түбінде олар Иран әскерінен жеңіліп, кейін 590 жылы Византия Босфорды өзіне кері қайтарып алған болатын. Одан бөлек 581-618 жылдардағы солтүстік Қытайдың шабуылдары қағанатты одан сайын әлсіретіп, ақырында 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлініп кеткен болатын. 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлінгеннен кейін батыс түрік қағанаты пайда болады. Қағанаттың астанасы Жетісу жеріндегі Суяб қаласы, ал жазғы ордасы Мыңбұлақта орналасты. Жалпы қағанаттың аумағы ежелгі Үйсін жері, яғни Қаратаудың шығыс баурайынан Жоңғарияға дейінгі жерлерді қамтыған болатын. Және де одан бөлек шығыс Түркістан және Орта Азиядағы Самарқан, Бұхара сияқты жерлерді басып алады. Осы қалаларда қағанның орынбасарлары отырған болатын. Батыс түрік қағанатының ең жоғарғы билеушісі қаған болды, және оған бүкіл жер тиесілі еді. Одан қағаннан бөлек басқа да жоғарғы лауазымдар Жабғу, Шад және Елтебер. Бұл лауазымдарға тек қана қаған әулетінен шыққандар сайланатын болған. Сот істерін атқаратындар тархандар мен бұйрықтар болды, ал қарапайым халықты қара бұдын деп атады. Жалпы қағанаттың қуатты кезеңі Жигуи қаған мен оның інісі Тонжабғудың кезінде болды. Тоғарстан мен Ауғанстанға жасаған жорықтардың арқасында қағанаттың аумағы Үндістанның солтүстік батысына дейін кеңейген болатын. Батыс түрік қағанатының шаруашылығы негізінен мал және егін шаруашылығы болды, ал қалаларда сауда-саттық кеңінен дамыған болатын. Алайда 7 ғасырдың ортасында қағанаттың ішінде ұзаққа созылған таққа таластар мен тайпалар арасындағы қақтығыстар қағанатты қатты әлсіретеді, және осыны пайдаланған Тан империясы Жетісуды басып алып, онда таққа өз адамын отырғызған болатын. Осы түрік қағанаты мен Тан империясының арасындағы үздіксіз соғыстар түргеш тайпаларын күшейтіп, 8 ғасырдың басында түргештер Жетісуды өз қолдарына алып алған болатын. Шығыс түрік қағанаты 603 жылы түрік қағанатының екіге бөлінуінен кейін пайда болған болатын. Оның аумағы қазіргі Монғолия жері, шығыс Қазақстан және Орта Азияның кейбір бөліктерін қамтыды. Ең алғашқы қағаны Шыбы қаған болды, ал қағанаттың бас ордасы қазіргі Монғолия жеріндегі Орхон өзені бойында орналасты. Бастапқыда шығыс түрік қағанаты қуатты елдердің бірі болады, бірақ 630 жылы ішкі тартыстардың әсерінен әлсіреп, Тан империясының ықпалына түсіп, тәуелсіздігінен айырылып қалған болатын. Дегенмен 682 жылы Елтеріс қаған қайтадан күрес бастап, нәтижесінде мемлекеттің тәуелсіздігін қайтарып алады. Елтеріс қағаннан бөлек шығыс түрік қағанатының тарихында Қапаған, Білге қаған және Күлтегін сияқты билеушілер де болады. Дәл осы кезеңде Орхон жазбалары дүниеге келеді. Бұл жазбалар түрік тарихының аса маңызды ескерткіштері болып табылады. 8 ғасырдың ортасына қарай ішкі тартыстар мен Тан империясының қысымының әсерінен
шығыс түрік қағанаты әлсіреп, ақырында 744 жылы құлап, оның орнын ұйғыр қағанаты басқан болатын. Түргеш қағанаты 704-756 жылдар аралығында өмір сүреді. Оның негізін Үшілік қаған қалаған болатын. Мемлекеттің аумағы оңтүстік шығысында Шаш қаласынан басталып, шығыс Түркістан қалаларына дейінгі аралықты қамтиды. Қағанаттың ең басты орталығы Сояб қаласы, ал екінші маңызды орталығы Күнгөт қаласы болды. Түргеш тайпалары негізінен бастапқыда Тянь-Шань таулы аймақтарын мекендейді, бірақ 7 ғасырда батыс түрік қағанатының құрамына енген болатын. Түргештер негізінен қара және сары түргештер болып екіге бөлінеді. 706 жылы Үшілік қаған қайтыс болғаннан кейін оның орнына Сақал қаған келеді билікке, және осы Сақал қаған тұсында қағанаттың ішінде сары және қара түргештердің арасында билікке талас басталады. Бұл аздай қағанатқа батыстан арабтар, оңтүстіктен Қытайдың Тан империясы қауіп төндіреді. Жаңағы сары және қара түргештердің шайқасының нәтижесінде қара түргештер жеңіске жетіп, олардың көсемі Сұлу қаған таққа отырған болатын. Және осы Сұлу қаған тұсында Түргеш қағанаты қайтадан күшейеді. Ол мемлекеттің астанасын Тараз қаласына ауыстырған болатын. Сұлу қаған мемлекеттің ішінде тыныштық орнатып, бүкіл күшін арабтарға қарсы жұмылдырған болатын. 723 жылы түргештер Ферғана қарлықтарымен және Шаш тұрғындарымен бірігіп, арабтарға қарсы ойсырата соққы береді. Бірақ 732 жылы арабтар ақыры түргештерді ығыстырып Бұхараны басып алған болатын. 737 жылы Сұлу қаған қайтадан арабтарға қарсы жорыққа шығады, бірақ ақырында жеңіліп, қайтар жолда өзінің қолбасшыларының бірі оны өлтіріп тастаған болатын. Сұлу қағаннан кейін таққа оның баласы отырады, және оның тұсында мемлекет ішінде тағы да таққа таластар басталып, қағанат әлсірей бастайды. Осыны пайдаланып, Алтайдан қарлұқ тайпалары Жетісу жеріне жайлап қоныстана бастайды. Онсыз да әлсіреген түргештер қарлұқтарға қарсылық көрсете алмайды, және осы жағдайды пайдаланып, Тан империясының шығыс Түркістандағы билеушісі 748 жылы Сояб қаласын басып алған болатын. 751 жылы Талас өзені бойында Атлық қаласының түбінде Зият ибн Салық бастаған араб әскерлері Гао Сяньжи бастаған Қытай әскерлеріне қарсы 5 күн бойы соғысады. Шешуші сәтте қарлұқтар арабтардың жағына өтіп, Қытай жеңіліп қалған болатын. Нәтижесінде Қытай әскері Жетісудан кетуге мәжбүр болды, және арабтар да Шаш қаласына қайтуға мәжбүр болған болатын. Осыған қарамастан түргеш тайпалары қалпына келе алмай, 756 жылы қарлұқтар оларды толықтай басып алады. Қағанаты. Қарлұқтар туралы алғашқы деректер Суй әулетінің тарихында 581-618 жылдары кездеседі. Қарлұқтар онда өздерінің басты руының атымен, яғни Бұлақ деп аталған. Қарлұқ тайпаларының әуелгі аумағы Батыс Алтай мен Тарбағатай өлкелерінде болған, бірақ 8 ғасырдың ортасында олар Жетісу жеріне қарай қоныс аударып, Түргеш қағанатын құлатып, өз мемлекетін құрған болатын. Қарлұқ тайпалары негізінен 3 ірі тайпадан тұрады. Олар Бұлақ, Шігіл және Ташлық деген. Әмудариядан Қытайға дейінгі түріктердің бәрі Шігіл деп аталған, және олар Талас маңы жанындағы Шігіл деп аталатын қалада тұрған. Қағанаттың билеушісі Жабғу деп аталды, ал астанасы Қойлық қаласы болды. 9 ғасырдың аяғында саманиттер әулеті мен арабтардың шапқыншылығының әсерінен қарлұқтардың жағдайы нашарлап кеткен болатын. Сөйтіп, қарлұқ тайпалары мен саманиттердің арасында оңтүстік Қазақстан үшін ұзаққа созылған қақтығыстар басталады. 893 жылы саманиттер Тараз қаласына шапқыншылық жасап, нәтижесінде Испечап Тараз қалаларына өзінің ықпалын күшейтіп, ислам дінін тарата бастайды. 10 ғасырда қарлұқтардың жағдайы одан сайын нашарлайды. Оған себеп ішкі қақтығыстар мен таластар, және осы жағдайды Қашқардың түркілері пайдаланып, 946 жылы Қарлұқ қағанатын құлатқан болатын. Сөйтіп, билік Қарахан әулетіне өтеді. Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырларда Сырдарияның төменгі ағысы және батыс Қазақстан өңірінде қалыптасқан болатын. Мемлекеттің астанасы Яңгикент немесе Жаңагузия қаласы болды. Мемлекеттің басшысының лауазымы Жабғу болды, және Жабғудың орынбасарлары Күлеркін деп аталған болатын.
Бұл лауазымдардан бөлек оғыз мемлекетінде әскери басшыны сюбашы деп атаған. 965 жылы оғыздар Киев Русінің князі Святославпен қосылып хазарларды жеңген болса, 985 жылы князь Владимирмен келісе отырып Еділ бұлғарларын талқандағаны белгілі. Оғыздардың көптеген шайқастағы сәтті жорықтары мемлекеттің беделін арттырған болатын. Алайда ұзақ жылға созылған соғыстар және халықтан көп мөлшерде алым салық алу халықтың наразылығын тудырған болатын. Осы кезде Жент қаласының маңында қоныстанған селжұқтар Жент қаласының билеушілеріне қарсы көтеріліс жасап, қаланы басып алған болатын. Бірақ деректерге сүйенсек, олар қаланы көп ұзамай тастап шығып кеткен. Осы сәтте оғыздардың жаңа билеушісі болып Шах-Малик келеді. Ол мемлекетті едәуір күшейткен болатын. 1041 жылы Хорезмді басып алады. Бірақ селжұқтар көп ұзамай оғыздарға қарсы қайта көтеріліс жасап, сол кезде Шах-Малик Хорезм түбінде қаза тапқан болатын. Селжұқтармен ұзаққа созылған соғыстардың нәтижесінде оғыз мемлекеті әлсіреп, 11 ғасырдың екінші жартысында қыпшақтар оғыздарды Сырдария бойынан біржолата ығыстырған болатын. 11 ғасырдың ортасында шығыс түрік қағанаты әлсіреп, оның орнына жаңа мемлекеттер пайда бола бастайды. Солардың ішіндегі ең қуаттысы ұйғыр қағанаты еді. Ұйғыр қағанаты 744 жылы Архон өзені бойында құрылып, оның астанасы Қара Баласағұн қаласы болды. Ұйғырлар алғашында түркі қағанатының құрамындағы тайпалардың бірі еді. Кейін олар билікке келген соң құтлық білге қалған мемлекетті нығайтып, көрші Тан империясымен, қырғыздармен және қарлұқтармен тығыз қарым-қатынас орнатады. Және дәл осы кезеңде ұйғыр қағанаты саяси және мәдени орталықтардың бірі болады. Шаруашылығына келетін болсақ, ұйғыр қағанаты тек қана мал шаруашылығымен ғана шектелмей, сонымен қатар егіншілік және қала мәдениетін қатар дамытып отырады. Оған қоса ұйғырлар жазба мәдениетін дамытып, өздерінің ұйғыр жазбасын шығарған болатын. Алайда 9 ғасырдың соңына қарай ұйғыр қағанаты ішкі билікке таластардың әсерінен әлсіреп, кейін 840 жылы Енесей қырғыздары ұйғырларға қарсы жорық жасап, оларды жеңіп, орнын басып алған болатын. Хан мемлекеті 10 ғасырдың ортасында оңтүстік шығыс Қазақстан және шығыс Түркістан жерінде құрылды. Оның алғашқы астанасы Баласағұн қаласы болады. Кейін Қашқар қаласы да маңызды саяси орталықтардың біріне айналған болатын. Бұл мемлекет тарихта ислам дінін мемлекеттік дін етіп алғаш қабылдаған мемлекеттердің бірі болып саналады. Оның негізін қалаушы Сатық Боғра хан. Ол исламды қабылдап, кейінгі ұрпақтарына мұсылмандықты таратқан. Мемлекеттің билеушісінің лауазымы қаған деп аталды және билік ұрпақтан ұрпаққа, яғни мұрагерлік жолмен беріліп отырды. Мемлекет ішінде жергілікті басқару сақталды, яғни әртүрлі аймақтар тегін, ілек, жабғу сияқты лауазым иелеріне бағынып отырды. 10 ғасырдың соңында Қарахан мемлекеті күшейіп Мәуереннахрды басып алады, ал кейін 11 ғасырдың бірінші жартысында саманидтерді талқандап, орталық Азиядағы ең қуатты мемлекеттердің біріне айналған болатын. Дегенмен 11 ғасырдың екінші жартысында ішкі билікке таластар күшейіп, мемлекет әлсірей бастайды, тіпті әртүрлі иеліктерге бөлініп кеткен болатын. Нәтижесінде 12 ғасырдың басында Қарахан мемлекеті әлсіреп, Қарақытай мемлекетінің ықпалына түсіп қалған болатын. Қытай мемлекеті 11 ғасырдың соңында құрылды. Оның негізін Қытайдан батысқа қоныс аударған қидан тайпалары қалаған еді. Мемлекетті бастапқыда 1128 жылы Илу-Дәше басқарды, ал орталығы Баласағұн қаласы болды. Кейін олар Қашқар және Самарқан сияқты маңызды қалаларды өзіне бағындырған болатын. Қарақытай мемлекетінің аумағы Жетісу, Шығыс Түркістан және Орта Азияның біраз жерін қамтыды, ал мемлекет билеушінің лауазымы Гурхан деп аталды. Мемлекеттің құрамында түркі тайпалары көп болғандықтан, қарақытайлықтар түркі дәстүрлерін қабылдап, жергілікті халықпен араласып кеткен болатын. 12 ғасырда Қарақытай мемлекеті күшейіп, Орта Азияда үлкен күшке айналады. Олар Хорезм мемлекетімен, Қарахан әулетімен және наймандармен саяси қарым-қатынас орнатқан болатын. Бірақ халыққа салынған ауыр алым-салықтар көптеген наразылықтар тудырып, 13 ғасырдың басында Қарақытай мемлекеті әлсірей бастайды. Сөйтіп, 1211 жылы наймандар және басқа да тайпалардың шабуылынан ауыр соққы алып, 1218 жылы Шыңғыс хан әскері Жетісуға кірген кезде
Қарақтай мемлекеті біржолата құлаған болатын. Қимақ мемлекеті 8 ғасырдың соңында 9 ғасырдың басында Қазақстан аумағында құрылған. Ол батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін пайда болған үш мемлекеттің бірі еді. Қимақтар солтүстік, шығыс және орталық Қазақстанда үстемдік жүргізді. Жалпы қимақтардың ерте тарихы 7 ғасырдағы Яньмо тайпаларымен байланысты болып келеді. Бұл тайпалар туралы Қытай жазба деректерінде айтылады, ал ғалымдар Яньмо мен Имек атауын қимақ атауы деп санайды. 8 ғасырдың екінші жартысында және 9 ғасырдың басында қимақ тайпалары бірнеше бағытта қоныс аударады. Бір бөлігі оңтүстік Орал маңына, екіншісі Сырдария бойына, үшіншісі Жетісу жеріне қарай жылжиды. 766-840 жылдары олар Батыс Алтай, Тарбағатай және Алакөл маңында өмір сүріп, шығыс Түркістанға дейін жеткен болатын. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оның құрамында болған кейбір тайпалар қимақтарға қосылып, 7 тайпадан тұратын қимақ бірлестігі қалыптасады. Кейін олар 12 тайпаға дейін жеткен болатын. Қимақ мемлекетінің астанасы Имақия қаласы болды, ал билеуші лауазымы бастапқыда Байгу деп аталып, кейіннен Жабғу лауазымын иеленген болатын. 9-10 ғасырларда Қимақ мемлекеті араб деректерінде қуатты мемлекет деп сипатталады, бірақ 11 ғасырдың басында олар әлсірей бастайды. Оның басты себебі қыпшақтардың күшеюі еді. 916 жылы қидандардың Ляо мемлекеті құрылып, оның батысқа қарай ұлғаюы көптеген мемлекеттердің қозғалысын күшейтеді. Соның әсерінен қимақтар өз үстемдігінен айырылып, қыпшақтарға біртіндеп тәуелді бола бастайды. Сөйтіп 11 ғасырдың екінші жартысында Қыпшақ мемлекеті Сырдария бойы мен Арал маңын иеленіп, бұрынғы Қимақ мемлекетінің жерінде өзінің күшті мемлекетін құрады. Сөйтіп Қимақ мемлекеті құлап, оның мұрагері болып Қыпшақ мемлекеті қалады. Қыпшақ хандығы. Қыпшақ атауы алғаш рет 760 жылы көне түркі руникалық жазбаларында кездеседі. Сонымен қатар араб географы Ибн Хортатбектің еңбектерінде де Қыпшақ туралы мәліметтер бар. Жалпы батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін қыпшақтар Алтай мен Ертіс маңын мекендейді. Бастапқыда олар Қимақ қағанатының құрамында болған, бірақ 11 ғасырда Қимақ мемлекеті әлсіреп, қыпшақтар билікті өз қолына алып, Дешті Қыпшақта жаңа қуатты мемлекет құрған болатын. Сонымен қатар 11 ғасырдың ортасында олар Оғыз мемлекетін Сырдария бойынан, Арал маңы мен Каспийден ығыстырып шығарады. Сол кезден бері Оғыз даласы атауы орнына Дешті Қыпшақ даласы атауы қолданыла бастайды. Қыпшақтар батыста Еділден ары қарай Қара теңізге дейін жетіп, орыс жылнамаларында Половецтер деген атпен белгілі болады, ал еуропалық деректерде оларды құмандар деп атаған. Жалпы қыпшақтар 11-12 ғасырларда күшейіп, шығыста Ертіс өзенінен бастап, батыста Қара теңізге дейінгі ұлан ғасыр аумақты иемденген болатын. Және де Қазақстанның көп бөлігі шығыс Қыпшақ ұлысына қараған. Сонымен қатар Қыпшақ мемлекеті оң және сол қанат болып екіге бөлінген. Оң қанат Торғай, Жайық және Еділ аумағын қамтыған, орталығы Сарайшық болды. Сол қанат орталық және шығыс Қазақстанды, Сырдария мен Ертіс өзені аралығын қамтыды, оның орталығы Сығанақ болды. Мемлекетте билеуші әулет ел бөрілі руынан шыққан хандар еді, және мемлекет әскери феодалдық сипатта болды. Байлық малға, сон әсіресе жылқыға байланысты болды. Жалпы қыпшақтар 11 ғасырда селжұқтарға қарсы, кейін Хорезм шахтарына қарсы соғыстар жүргізеді. Бірақ 12 ғасырда Қыпшақ мемлекеті әлсірей бастайды. Оған ішкі алауыздықтар, билікке талас және Хорезмнің күшеюі әсер етеді. Сөйтіп 13 ғасырдың басында Мұхаммед Хорезм шах қыпшақтарды уақытша өзіне қаратады, бірақ 1216 жылы монғолдар Дешті Қыпшақ жеріне алғаш рет кіріп келеді. Содан көп ұзамай Шыңғыс хан жорықтары басталып, Қыпшақ мемлекеті толықтай күйреген болатын. Хазар мемлекеті 7 ғасырдың ортасында батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін пайда болады. Оның аумағы Каспийдің солтүстігі мен Қара теңізінің арасындағы аумақты қамтыған болатын. Мемлекеттің астанасы алғашында Семендер қаласы болса, кейін Итил қаласына көшірілген болатын. Мемлекетті қаған басқарды және ол жоғарғы билеуші саналды. Алайда іс жүзінде мемлекетті бекілер, яғни уәзірлер басқарды.
Хазар мемлекеті еділ бұлғарлары, қыпшақтар, орыс князьдіктері және Византия сияқты елдермен тығыз қарым-қатынас орнатты. Сонымен қатар ірі сауда орталығы ретінде ол Еуразиядағы жібек жолының маңызды бөлігін басқарып отырған болатын. Сонымен қатар 8 ғасырдың ортасына қарай хазарлардың билеушілері иудаизм дінін қабылдағаны белгілі, және бұл мемлекет тарихтағы сирек оқиға деп саналады. Дегенмен 10 ғасырдың соңына қарай хазар мемлекеті әлсірей бастайды. Сөйтіп 965 жылы орыс князі Святослав хазарларды жеңіп, олардың астанасы Итиль қаласын талқандайды. Сөйтіп хазар мемлекеті бір жола жойылған болатын. 9-12 ғасырларда қазіргі Қазақстанның шығысы мен Монғолия аумағында бірнеше тайпалық бірлестіктер өмір сүреді. Солардың ішінде наймандар, керейіттер және меркіттер ерекше рөл атқарған болатын. Наймандар 8 ғасырдың соңынан бастап Алтай мен Ертіс өзенінің жоғарғы ағысында қоныстанған. 12 ғасырда олардың мемлекеті күшейіп, билеушісі Инан Шпілге лауазымын иеленеді. Наймандар көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, көрші қырғыз, керейіт, қыпшақ, ұйғыр сияқты тайпалармен байланыс орнатқан болатын. 13 ғасырдың басында олар моңғолдарға қарсы күресте жеңіліп, бір бөлігі қазақ даласына Жетісу жерінде қоныстанған болатын. Кейін найман тайпалары қазақ халқының құрамына кіріп кетеді. Керейіттер 9 ғасырдан бастап Архон, Керулен, Селенгі өзендерінің бойында мекендейді. Олардың билеушісі Тоғырылхан өте әйгілі болады. 12 ғасырда керейіттер мемлекеті қуатты болып, Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағын бақылап отырады, және керейіттер христиан дінінің Несториан бағытын ұстанғаны белгілі. Бастапқыда керейіттер Шыңғысханмен одақтас болғанымен, кейін араларында қайшылық туып, 13 ғасырдың басында моңғолдардан жеңіліп, қазақ жеріне қарай ығысқан болатын. Меркіттер Архон, Селенгі мен Аргун өзендерінің бойында мекендеген тайпа. Олар көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, әскери тұрғыдан мықты болған. Шыңғысхан жас кезінде меркіттермен ұзақ уақыт соғысқан болатын, өйткені меркіттер оның отбасына қастандық жасайды. Сөйтіп 13 ғасырдың басында меркіттер Шыңғысханға қарсы бірнеше рет одақ құрғанымен, ақырында жеңіліп, тайпа ретінде ыдырап кеткен болатын.